Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы. Бүгін бар жоғы 10 минутта өте дәмді салат дайындаймыз. Бұл салаттың жасалуы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханнан бірінші жоқ болады ғой. Алдымен қиярды жақсылап жуып, қажет емешелерін кесіп алып тастайсыздар. Содан кейін бейнеде көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. Құрметті оқырмандар, менің осы каналымда көптеген рецепттер бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Тағы да жаңа рецепттер болады. Қиярды ұсақтап тураймыз. Бұл салаттың бір жақсы жері, жазда да, қыста да жақсы желінетін салат, ешқандай майонезсіз, өте дәмді, сондықтан жасап көріңіздер. Майлы да болмайды. Мені қияр турап қойдым. Ыдысқа барлығын саламыз. Содан кейін болгар бұрышын, яғни тәтті бұрышты аласыздар. Мен осындай қызылын және жасылын алдым. Егер сарысы болса, сарысын қоссаңыздар да болады. Бұрышты да ұсақтап тураймыз. Тура бейнеде көрсетілгенде турай бересіздер. Ұсақтап. Егер сіздерге ащы салат ұнаса, онда жартылай ащы болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Немесе бір кішкентай ащы бұрыш қосып жіберсеңіздер болады. Енді біз отбасымызбен қатты ащы салат жемейміз, сондықтан бұл жерде мен тек тәтті бұрыш қана қостым. Міне екі түрлісін алдым, екі түстісін, яғни қызыл және жасыл. Болгар бұрышын турағаннан кейін ыдысқа қиярға саламыз. Содан кейін қызанақты тураймыз. Қызанақтың да қажет емешелерін алып тастайсыздар, жақсылап жуып, тура бейнеде көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. Жіңішке етіп турайсыздар барлығын, біркелкі алып. Қызанақтың кішкене қаттылау болса, тіпті жақсы, себебі қатты жұмсақ болса, ол езіліп, суы ағып кетеді. Түрлі сорттары бар ғой қызанақтың да. Мен осылай сопақ түрін алдым. Осы салатқа жақсы келеді. Дайын қызанақты ыдысқа саламыз. Содан кейін піскен етті тураймыз, менде сиырдың еті. Ұсақтап турайсыздар, енді біркелкі турауға келмейді ет, сонда да ұсақтап жіңішке етіп турауға тырысасыздар ғой. Егер осы рецепт бойынша салатты дайындасаңыздар, міндетті түрде комментарий бөлімінде бөлісіңіздер. Және де осы бейнеге лайк басып, қолдап жіберіңіздер. Қазақ контентін мен өте қатты қуанып қаламын. Сіздер үшін ол бірнеше секундтық жұмыс, ал мен соған қатты қуанамын. Сондықтан баршаңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен тек тексерілген, өзіме ұнайтын рецепттермен ғана бөлісемін. Туралған етті де ыдысқа саламыз. Ең соңғы біз көк шөпті тураймыз. Бұл жерде көк жуа және кинзаны қосамын. Кинза дәмін ерекше етіп шығарады. Өзіме кинза қатты ұнайды. Ұсақтап тураймыз көк шөпті. Ыдысқа саламыз. Содан кейін бір кішкентай қасық кориандр, бір кішкентай қасық қызыл бұрыш, бір жарым ас қасық соевый соус қосамыз. Дәміне қарай кішкене соевый соус көбірек қоссаңыздар да болады, және тұз қосамыз дәміне қарай. Мен зәйтүн майын қостым, сүйек май қосуға да болады. Содан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзды дәміне қарай қосасыздар, бұрышты да дәміне қарай қосасыздар, себебі егер ащы салат керек болса көбірек қосасыздар. Баршаңызға ас болсын, жасасаңыздар комментарийде бөлісіңіздер.